Кейде ғылыми білім өзге білім салаларымен салыстырғанда өзінің жоғарғы дәлдігімен ерекшеленеді. Бүгінгі күні техника саласында ғана емес, қоғамдық басқару жүйесінде де белгілі бір математикалық, статистикалық есептеулер жасау, бүге-шүгесіне дейін дәл есептелген жоспарлар мен бағдарламалар қолданылуда. Ғылыми таным абстрактілі ұғымдармен жұмыс жасаса ғана көркемдік таным нақты тірі адамды бейнелі көрнекілік тұрғыдан қарастыра алады. Бұл тұжырым белгілі мөлшерде дұрыс болғанымен, ол да ғылыми танымның ерекшелігін көрсете алмайды. Бұл бір жағынан күрделі ғылыми абстракциялар құрастырумен айналысатын ғылымға, көрнекі бейнелерге, аналогия мен метафораларға жиі жүгінуге тура келсе, екінші жағынан суретшілер өз шығармашылықтарында дәл логикалық бір ешқандай да бір күмән тудырмайтын ұғымдарға, нақты бір пікірлер мен әдістерге сүйене отырып өздерінің теорияларын қалыптастырады. Ғылыми таным жалпы үлкен екі деңгейге бөлінеді. Бұлар теориялық және эмпириялық зерттеулер деп айтуға болады. Себебі ғылыми таным процесі өзінің зерттеу мәселесіне жету барысында осы ғылыми танымның деңгейлерін қолданады. Жалпы теориялық зерттеу ғылымның түсінік аппаратын жетілдірумен және дамытумен байланысты, сондай-ақ объективті ақиқаттың нақты байланыстары мен заңдылықтары тұрғысынан алғанда, оны жан-жақты танып білуге бағытталады. Жалпылай алғанда, зерттеудің екі түрі де бір-бірімен байланыста. Бұлар біртұтас қызмет жасайды, унитарлы. Себебі біз жоғарыда айттық қой, кез келген таным процесі бұл теориялық таным процесінде де және эмпириялық таным әдістерін қолдануда да бірге қызмет атқарады. Ал эмпирикалық зерттеу бұл нақты ғылыми танымның әдістері болып табылады. Себебі эмпирикалық зерттеу нақты бекітілген әдістерді жүзеге асыру арқылы ақиқатқа немесе шынайы білімге қол жеткізеді. Неге? Себебі эмпирикалық зерттеудің негізгі бастамасы ретінде біз бақылауды айтамыз. Бақылау, тәжірибе жасау, нақты эксперимент жасау эмпирикалық зерттеудің негізгі жүзеге асу тәсілдері болып табылады. Демек, эмпирикалық зерттеу теориялық зерттеудің дамуына, қалыптасуына жәрдем береді және соның нәтижесінде жаңа бір міндеттерді алға қояды. Бұл екінші жағынан теориялық зерттеу ғылымның мазмұнын байытса, оған нақты сипат бере отырса, фактілерді түсіндіру, ол туралы қандай да бір түсінік қалыптастыру, көзқарас қалыптастыру, бұл жаңа білім жинақтаудың өзгеше бір перспективаларын ашады. Сондай-ақ эмпирикалық зерттеуді бағдарлап, бағыттап, бір жол көрсетіп отырады. Осы тұрғыдан алғанда теориялық және эмпирикалық зерттеу түрлері үнемі байланыста, бір-біріне тәуелді деп айтқан абзал. Ғылым жаңа бір эмпирикалық деректермен толыға отырып дамиды. Өмірде ғана көрінетін қозғалысты шын мәніндегі ішкі қозғалысқа айналдыруды көздеген ғылыми міндетін эмпирикалық таныммен тығыз байланысты теориялық ойлау жүйесі шешеді. Эмпириялық және теориялық мәселесінің диалектикалық материалистік шешімі гносеологияның, методологияның және ғылыми логиканың болжамдарды тексерудің, ғылым заңдарын білдіретін білімнің және бақылау мен тәжірибе деректерін қалыптастыратын білімнің арақатынасын, идеализацияның, типологияның, түсіндірудің табиғаты
және тағы да басқа маңызды келелі мәселелерді пысықтауда негіз болып табылады. Біз білеміз, кез келген ғылым саласында өзінің алға қойған мақсатына жетуде, яғни шынайы білімді жинақтауда, ақиқатқа қол жеткізуде белгілі бір әдіс тәсілдерді қолданатын, яғни әдіс тәсілдерсіз, нақты фактілерсіз, немесе деректер базасын қалыптастырусыз, сондай-ақ математикалық, статистикалық жүргізбей біз қандай да бір ғылыми тұрғыдағы ақиқатқа, шынайы білімге қол жеткізу мүмкін емес. Енді әдіс дегеніміз не? Әдіс дегеніміз алға қойған мақсатқа жету үшін жаңағы объектінің, кез келген құбылыстың, зерттеу объектісінің мәнін түсіндіру, бір келелі мәселелердің күрмеуін шешу үшін таңдап алынған тәсілдер, яғни қолданылатын бір қандай да бір таным субъектісінің әрекеттерінің жиынтығы. Ғылыми таным әдістерін қолданудың басты мақсаты неде? Бұл шынайы білімге, сондай-ақ ақиқатқа қол жеткізу. Тағы да бір көңіл бөлетін жағдай, бұл зерттеуші ғылыми танымның әдістерін өз қалауы бойынша өздігінше, өз бетінше жасай бере алмайды. Неге? Өйткені ғылым саласында нақты фактілерге сүйенген негізгі әдіс тәсілдер бар. Демек, ғалым, яғни таным процесінің субъектісі белгілі бір қалыптасқан, мойындалған жүйелі түрдегі әдіс тәсілдерді қолдануға міндетті. Яғни әдістер зерттеу нысанына, зерттейін деп отырған объектіге тән ерекшеліктер мен заңдылықтар негізінде таңдап алынады. Мысалы, кез келген таным процесінің объектісіне айналған құбылысты, қандай да бір келелі мәселені зерттеудегі өзіне тән әдістердің жиынтығы болады. Міне осы екі мәселе, яғни объекті мен зерттеу әдістерінің арасындағы қандай да бір ұқсастық, бір-біріне деген тәуелділік, оның тиімділігі болуы шарт. Бұл тұрғыдан алғанда әдістер объективті сипатта. Сөйте тұра, олар адамның рухани қызметінің нәтижесі болып табылады, және де ол тек адам санасында өмір сүреді. Өйткені адам таным процесінің ең негізгі субъектісі. Сондықтан да әдіс объективтілік пен субъективтіліктің диалектикалық бірегейлігін құрайды. Енді осы тұста айтып кететін бір нәрсе, бұл ғылыми танымның эмпирикалық деңгейіндегі кең қолданылатын жаңағы ең танымал әдістердің бірі бақылау әдісін айта кетсек, себебі мынау жаңа дәуірде қалыптасқан индуктивті әдістің жүзеге асу тәсілдерінің бірі осы бақылауға келіп тіреледі. Біз білеміз, мынау кез келген ғылым саласында, тіпті техникалық сіздер бағыттағы магистратура деңгейінде білім алушылар болғандықтан да, мысалы, кейін бір өндіріс ошақтарына, қандай да бір руда өндіретін, немесе руданың кен барлау жұмыстарында сіздерге ең қажетті әдіс тәсілдердің бірі бұл бақылау болып табылады. Сіздер бақылау жүргізу арқылы қандай да бір мәліметтер, нақты фактілер жинайтындықтарыңыз анық.